Қайырлы күн ego порталын пайдаланушылар. Енді ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін жергілікті атқарушы органдардың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар қызметтерінде көрсетілетін 6 қызмет онлайн форматқа ауыстырылды. Сіздерге осы 6 қызметтің үйден шықпай-ақ бейне арқылы қалай алу керектігін көрсетемін. Ендеше іске кірісейік. Ego порталына кіреміз, азаматтарға әлеуметтік қамтамасыз ету батырмасын басамыз, мүгедектерді қолдау функциясын басамыз. Мұнда жаңа 6 қызмет көрсетілген. Біз 6-шысын басамыз. Баса отырып онлайн сұраймыз. Өз ЖСН-іңізбен жасырын сөзіңізді енгізесіз. Мүгедектерге протездік ортопедия көмек көрсету үшін құжаттарды тіркеуіңіз керек. Бірінші қадамда сізге және балаңызға қамқорлыққа алған адам 3 адамды белгілейтін ұсыныс болады. Сіз мысал ретінде балаға белгілейсіз. Баланың ЖСН-ін толтырасыз. Өтінімді күтеңіз. Ендеше міне шығып отқан порталдағы өз балаңыздың дербес деректеріне жинауға өңдеуге рұқсатын бересіз. Төменде көрсетілген қол жетімді көмек түрлерін қажеттігіне қарай белгілейсіз. Бастапқы 1 мен 3-те бұрын берілген, сондықтан біз 4-шісіне берілмеген өтінімге басамыз. Сонымен қатар байланыс телефоныңызды ұмытпаңыз. Келесі 4-ші қадамға келдіңіз. 4-ші қадамда өз электрондық цифрлық қолтаңбаңызды қоясыз. Растау коды сіздің байланыс телефоныңызға келеді. Кодты тексересіз. Мәртебесін жаңартасыз. Бәрі оңай әрі ыңғайлы. Сіздің жеке кабинетіңізге өзіңіздің сұранысыңыз келіп түседі. Міне, қарап отырсаңыздар, барлық құжаттама сіздің алдыңызда. Қалған 5 қызметтің тәсілі дәл осындай. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.